Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек. Бүгінгі бейнеде мен қазақ тарихына жататын шетелдегі, Еуропа тағы да басқа жерлердегі жәдігерлер туралы нақтырақ айтатын боламын. Сол үшін арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, өздеріңіздің қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Нақтырақ айтып кетейін, негізі қазақ тарихы тек қазақ хандығымен ғана шектелмейді. Одан бөлек Алтын Орда, Сақ, Ғұн, түркі кезеңдері де жатады, себебі ол кездерде біздің ата-бабаларымызға толықтай жатады деп айта аламыз. Бірінші менің айтқым келіп отқан жәдігер бұл ақш-та орналасқан. Яғни ақш-тың метрополитен өнер мұражайында орналасқан. Бұл қандай жәдігер деп ойласаңыздар, бұл дулыға. Бұл дулыға Алтын Орданың ханы Жәнібек ханға тиесілі. Осы жерден шатасып кетпеңіздер. Қазақ хандығындағы Жәнібек емес, Алтын Орда ханы Жәнібек хан. Бұл ханның дулығасы неге ақш-та деген сұраққа былай жауап берейін. Ең алғаш бұл Алтын Орда хан Жәнібек ханның дулығасы Тибет жерінен табылған болатын. Содан кейін ол Тибет жерінен сақталып келіп, ақш-тың былайша айтқанда коллекционері, миллиардер сол дулығаны сатып алған болатын. Сол дулығаны сатып алып, ол өзінің үйінде бірнеше жылдар бойы сақтап келіп, тек қателеспесем 2018 жылы ғана сол метрополитен өнер мұражайына тапсырылған болатын. Сол кезден бастап бұл дулыға метрополитен өнер мұражайында сақтаулы тұр. Барып қарауға болады. Енді ол әркімнің жағдайына байланысты, енді виза болған дұрыс, бірақ жалпы қазіргі таңда ақш-та сақтаулы тұр. Қазір сіздерге суретін тез көрсетіп жүрейін. Міне осы суреттен көрсеңіздер, дулығаның төменгі жағында арабша күміс әріптермен жазылған, күміспен ойылып жазылған. Бұл жерде не деп жазылып тұр десеңіздер, жеңімпаз Сұлтан Махмұд Жәнібек хан деп жазылған. Келесі жәдігер. Бұл дәл сол метрополитен өнер мұражайындағы Алтын Орда кезеңіне тиесілі ер-тоқым мен тостаған. Ер-тоқым нақты белгісіз кімге тиесілі екені, бірақ тостаған Алтын Орда кезеңінен қалған, бұл Қайтбай сұлтанға тиесілі. Қазір мына ер-тоқым мен тостағанды бір фотодан көрсететін боламын. Достар, ақш-та қазақ жәдігерлерімен таныстық. Келесі тағы бір айтқым келіп отқаны, бұл Еуропадан табылған Орта Азия картасы. Бұл картаның бір кереметтей бізге пайдасы бар деп айта аламын, себебі қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, кейбір орыс пропагандистері, тіпті депутаттары десек те болады, қазақ тарихына қазақтар болған жоқ, қазақтардың тарихы болған жоқ, қазақ хандығын жоққа шығарып, соларға бір кереметтей жауап. Бұл Орта Азияның картасы. Бұл картада Казахия деп, Казахская орда, қазақ ордасы, және де Казахия деп, кәдімгідей Тартария деп үлкен қылып естеген. Тартария деген бұл сол түркі мемлекеттері дегенді былай толық ұғым білдіреді. Ал жалпы қазақтарды мемлекетін бұл Казахия, яғни қазақ орда немесе солай білініп тұр картада. Және үстіңгі жағында Ноғай ордасы, төменгі жағында қырғыздар, қырғыз бауырларымыз, тағы да басқа көптеген мемлекеттер көре аламыз. Бұл картаны да сіздерге көрсетіп жүрейін. Картаны көрсеңіздер, нық көрсетілген Орта Азияның халықтарын және қазақ мемлекетінің үлкен көлемде екен, үлкен территорияны алатында нақты көрсетілген. Мысалға басқа мемлекеттер айтса, қазақ тарихы бар ма, қалай дәлелдей аласыңдар десе, осы картаны көрсетіп, тағы да басқа заттарды көрсетіп, жәдігерлерімізді көрсетіп дәлелдей аламыз. Сол үшін бұл қазақ тарихына плюс деп айта аламын. Келесі жәдігерлерден бөлек, енді ол да жәдігерлерге жататын болар. Қазақ хандарының
хаттары сақталған болатын көп жағдайда. Қай хандардікі десеңіздер, Абылай ханның, Қасым ханның және Тәуке ханның көптеген хаттары сақталып тұр. Мысалға, Абылай ханның 100-ден аса көптеген хаттары Қытайда сақталып тұр. Қазір сіздерге бір-екі түрлерін көрсетіп жіберейін. Суреттен көрсеңіздер, бұл Қытайда сақталып тұрған Абылай ханның жіберілген, Қытайға жіберген, Қытайдың Абылай ханға жіберген сондай хаттары. Цин, яғни Қытай демей-ақ қойын, Цин империясы, ол кезде Цин болды. Және тағы біреуі ирандық шах Аббас екінің Тәуке ханға жіберген достық қарым-қатынасы туралы меңзеп жіберген хаты. Міне осы суреттен көргендеріңіздей, бұл Аббас екінің Тәуке ханға жіберген хаты. Қазақша нұсқасы да бар. Гуглға былай Тәуке хан мен Аббас екінің Тәуке ханға жазған хаты деп Гуглға жазсаңыздар шығады. Сол арқылы сіздер аудармасын оқып біле аласыздар. Достар, негізі қазақ тарихы түп тереңде жатыр. Және бәріміз бұны ұғынуымыз керек. Көпшілігі, тіпті кейбір қазақтар өз тарихын мойындамай жатады. Жоқ, біз тек қазақ хандығы болып бізде, жоқ, біздер тек 1465 жыл ғана пайда болдық, қазақтар тек бер жағында пайда болды деген сияқты бір өтірік әңгімелерді таратып жүрген қазақтарда қаншама. Оған сенбеңіздер. Себебі қазақ тарихы түп тереңде жатыр. Алтын Орданың тура мұрагері қазақтар деп нық айта аламыз. Сақ пен ғұнның біздің ата-бабаларымыз екенінде дәлелденіп жатыр. Себебі Қазақстан территориясынан құнды жәдігерлердің көпшілігі Қазақстан территориясынан табылуы бұл жай ғана сәйкестік деп айту мүмкін емес. Қазақ рулары бұрыннан бар. Найман, Керей, тағы да басқа, мысалы кіші жүздің кейбір рулары барлығы да кезінен қазақ хандығынан қайда көп уақыттан бұрын келе жатыр. Бұның барлығы қазақ тарихының түп тереңде жатқан, қазақ тарихының қазақтардың тарихқа бай екенін білдіреді. Сол үшін бұндай сөздерді айтып жатқан адамдарға осындай аргументпен жауап бере аласыздар. Қазақ тарихының бай екенін бағана бейненің басында айтып кеткеніндей, ақш-тағы, Қытайдағы, Ирандағы әртүрлі елдерден қазақ тарихына тиесілі жәдігерлер таба аласыздар. Еуропадан және. Бұның барлығы қазақтардың тарихы көп екен және қазақтар тарихқа бай екенін білдіреді. Сол үшін өз-өзіміздің тарихымызды көтермелеп жүрейік. Себебі басқа ұлттар, әр ұлт өз тарихын көтереді. Біз де өз тарихымызды көтермелеп жүруіміз керек. Біз өз тарихымызды дамытып, өз тарихымызды көтермелемесек, басқа шетелдегі біреулер келіп көтермелемейді. Барлығы өзімізге байланысты. Сол үшін қазаққа оянатын кез келді. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. Енді тарихымызға нық кәдімгідей тарихты осылай қолға алып, жұдырықпен жұмылып, іске кірісетін уақытымызда болды. Егер де бүкіл қазақты біріктіретін Telegram арнаға кіргілеріңіз келсе, осы бейненің сипаттамасы арқылы кіре аласыздар және пікір алаңға бірінші болып жазып кетемін. Сол ссылканы басып, Бөрілі Байрақ атты Telegram арнаға кіре аласыздар. Барлықтарыңызды кіруге шақырамын. Бұл Telegram арнаның қандай артықшылықтары бар десеңіздер, бұл Telegram арнада қазаққа қызмет етіп жүрген нағыз, былайша айтқанда, патриот ұлтжанды адамдар бар. Оның біреуі мысалға Бурхан Дақан. Кім екенін білмей жатырсаңыздар, солтүстікке көш мәселесін ұйымдастыратын. Яғни қазақтарды солтүстікке, Қазақстан аз жерге көшіретін іспен айналысады. Тағы да көптеген ағаларымыз бар. Барлығы қазақ ұлтының, қазақ халқына қызмет етуде.
Осымен бейнеміз аяқталып бара жатыр. Сол үшін барынша қолдау күтемін сіздерден. Әрбір қазақ жалғызым демекші, бір-бірімізге демеу болып, тарихымызды дамытып, өз тарихымызды көтермелеп жүрейік. Сіздермен болған Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.